Сәлем қыздар, бүгін мен сіздермен өте оңай, жұмсақ, жұқа, ашытқысыз жасалатын пицца түрімен бөлісемін. Алдымен біз 250 грамм айранға жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Айранды содамен жақсылап араластырып алғаннан кейін жарты шай қасық тұзды қосамыз. Барлығын бірге жақсылап араластырып, ұнымызды біртіндеп салып, қоюланғанша илейміз. Егер қамырыңыз қолыңызға жабыса беретін болса, кішкене сұйық май қосып жіберсеңіз болады. Қамырды илеп болған соң 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырды екіге бөліп, домалақ етіп жаямыз. Мен қамырды 10-15 минут уақытта тындырған кезде пиццаның начинкасын, соусын дайындап алдым. Соусқа 3-4 қасық майонез, 1-2 қасық томатный паста және де кішкене укропты қосып араластырып алдым. Мен бірінші салған кезде сырды азырақ қып салып, 5 минуттан кейін пештен алып қайттан сырды толық салып шығамын.